Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен Әділ. Бүгінгі видеода мен сіздерге тіркелген үшін қалай $5 алуға болады, соны айтатын болам. $5 дегеніміз ол 2000 теңге. Қалай алуға болады, соны айтам. Қазір Lega Network деген бізде криптовалюта сайттарына кіріп өздеріңіз қарасаңыздар болады. CoinCap, Investing.com, Yahoo деген сияқты үлкен компаниялармен бірігіп жасалып жатқан жоба. Бұл жақта $5 алу үшін сіздерге осы приложение жазып алу керек. Приложение жазған үшін сіздерге $5 береді. Приложениені Play Market'тан немесе App Store'дан жазамыз. Менің кодымды жазасыздар. Яғни осы кодты жазғаннан кейін сізге 34LGH деген криптовалюта береді. Сіз оны $5-ға сатып жібере аласыз. Яғни осы криптовалюта толығымен шыққан кезде бұйырса бұл криптовалюта 17-сі шығады. Осы айдың 17-сі шығады. Ақшаны сіздер 1 наурыздан бастап шығара аласыздар. Ақшаны шығарған кезде тек 20%-ын шығаратын боласыздар, қалғанын жайлап шығаратын боласыздар. Приложение арқылы осылай $5 алуға болады. Қазір сіздерге регистрацияны көрсетем. Төменде сілтеме болады, сол сілтеме арқылы өтеміз. Содан кейін Play Market болса Play Market'тан немесе App Store'дан осыны скачать етеміз. Сосын приложениеға кіреміз. Приложениеға кіргеннен кейін регистр дегенді басамыз. Ең біріншіге код деп тұр. Мына мен описание қалдырам. Кодты описание қалдырам. Осы кодты сіздер бүйтіп жазасыздар. Name любой ат жазасыздар. Мен дейтін Әділ. Любой дегенде өзіңіздің атыңызды жазасыз ғой. Әділ деп жазам. Почтаға өздеріңіздің почталарыңызды жазасыздар. Gmail немесе Mail.ru почталарын дұрыс болу керек. Одан кейін пароль. Пароль дейтін қандай болу керек сіздерге айтып өтейін. Пароль дейтін бірінші үлкен әріп, кішкентай әріп, сосын цифр, сосын леп белгісі деген сияқты символдар болу керек. Сосын 10 неден тұру керек? 10 қалай еді? 10 сөзден деген сияқты. Мысалға мына кодтар келеді. Дайды копировать етсеңдер болады. Генератор пароли деп Google'a жазып кірсеңіздер. Жазасыздар, 2 рет, екеуде бірдей болу керек. Одан кейін мына жерге галочканы басасыздар да регистр дегенді басасыздар. Ең біріншісіне менің кодымды, осы кодты жазып басаңыздар сіздерге $5 бермейді, сондықтан жазыңыздар $5 алғыларың келсе. Содан кейін атыңызды, почтаңызды, пароль болды. Сосын регистрді басамыз. Я не робот деген шығуы мүмкін, осыны өтесіздер. Міне бізде верификацияны email'дан подтвердить етсін дейді. Почталарыңызға кіресіздер. Міне сообщение келді Lega Network'тан. Міне verify email now дегенді басасыздар, сосын басқа сайтқа жібереді. Міне мына жерде сіздер шығады, ваш учетный запись была проверена. Болды. Біз тіркелдік. Продолжить деген басамыз. Continue. Міне біздің аккаунтымыз верификациядан өтті. Let's go-ды басамыз. Болды. Содан кейін мына жерде профилді басып, Claim Rewards-ға кірсеңіздер, сіздерде $5 тұрады. Яғни сіздер манағы кодты жазыңыздар, сол кодты жазған үшін сіздерге $5. Міне 1 марттан бастап сіздер ақшаны шығара аласыздар. Сондай-ақ бұл жақта тағы да қалай осы криптовалютаны табуға айтып өтейін. Міне аркадаға кіреміз, ойынға кіріп, осы жерде ойында ойнап табуға болады. Білмеймін қаншалықты көп не беретінін, бірақ әйтеуір мына жерде криптовалюта жинауға болады. Өзім ойнай алмай жатыр ғой. Плюс такстан болғасын ойнай алмай жатыр ма, білмеймін. Мен Android систем бірден дейді. Походу мен плюс такспен кіріп отқасын проблема болып тұр. Сендер соткамен кірсеңіздер ешқандай проблема болмайды. Осылай ойында ойнап табуға болады. Енді ондай көп табатын білмеймін. Қанша не табаттар. Кішкене бөлігін табасыздар. Осылайша $5 алуға болады. Енді проект өтірік анау-мынау дейтінді білмеймін. Өтірік деп айта алмаймын. Себебі үлкен компаниялармен бірігіп істеп жатыр. Және де осы проект даму үшін олар осындай тактикама қалай айтсам болады, осындай жол таңдады. Яғни адам шақырып, көп адам бұл проектқа кіргесін, көп адам қолданғасын, бұл криптовалютаның бағасы өсетін болады. Бағасы өскен бәрімізге жақсы. Біз өздеріміздің осы нелерімізді, валюталарымызды қымбатқа сата аламыз. Сондықтан кіріп тіркелсеңіздер болады. Ешқандай қиындық жоқ. 1-2 минут кететін шығар. Яғни $5 алыңыздар, содан кейін 1 марттан бастап осы жерден шығарып аласыздар. Болды. Достар, осы проектқа егер адам шақырсаңыздар, сіздерге де $5 береді. Әр бір адам шақырғанға $5 береді. Соны қалай шақыру керек, қазір көрсетейін. Профилға кіреміз, содан кейін мына жерде реферал дегенді басамыз. Және де достарыңызға осы ссылканы бересіздер. Достарыңыз осы ссылка арқылы өтіп приложение жүктеп алады. Содан кейін тіркеледі ғой.
тіркелген кезде мына кодты жазса соңындағы көрсетемін сіздерге. Жалғастырамыз. Міне соңында тұрған код тұр, осы слэштан кейінгі. Осы кодты сіздің достарыңыз жазатын болса, сіздерге $5 түсетін болады әр бір адамға. Бір адам жазып алып осы кодты жетсе, сізге $5 түседі. Сондықтан достарыңызды шақырып, дополнительно ақша тапсаңыздар болады. Ал достар, осымен видео аяқталды. Видео сіздерге ұнаса, лайк басып каналға тіркелеміз. Осы каналда бізде ақша туралы көптеген жолдар айтылатын болады. Барлықтарыңызға сау болыңыздар.